Қайырлы күн, құрметті оқушылар. Менің есімім Нұрымжан. Биология пәні бойынша ұбт-ға дайындайтын мұғаліммін. Қазір сіздерге өткелі жатқан тақырыбым құлақтың, яғни есту мүшесінің құрылысы. Видео барынша пайдалы болу үшін сіздер мен айтқан ақпараттарды дәптерге жазып отырсаңыздар, естеріңізде өте жақсы сақталуына септігін тигізеді. Ал ендеше бастайық. Құлақ ол есту мүшесі 3 бөлімнен тұрады. Сыртқы, ортаңғы және ішкі бөлім. Сыртқы құлақ алғаш сүтқоректі жануарларда пайда болған. Омыртқалы жануарлар бар бізде, ол 5 классқа бөлінеді. Бірінші балықтар, қысқартып жазамын, сіздер дәптерге толық жазыңыздар. Одан кейін қосмекенділер, жорғалаушылар, құстар және сүтқоректілер. Осы 5 класстың ішінде сүтқоректі жануарларда алғаш сыртқы құлақ пайда болған. Сыртқы құлақ ол 3 бөліктен тұрады. Құлақ қалқаны, есту жолы және дабыл жарғағы деген. Қазір әрқайсысына тоқталамыз. Бірінші мынаны істеп қойын. Бір құлақ қалқаны. Құлақ қалқаны бұл негізгі қызметі дыбысты қабылдап, оны құлақтың ішіне бағыттайды. Яғни міне бізде құлағымыздың сыртында көрініп тұрған бөлік ол алады екен да, дыбысты ішке қарай бағыттап отырады. Одан кейін ол мына жердегі аймақ дыбыс екінші бөлікке есту жолына келеді. Мына жерге жазып қойын. 2 есту жолы. Бұл есту жолының басты қызметі дыбысты өткізеді және қорғаныш рөлін атқарады. Ол жерде қорғаныш рөлін атқаратын құлық бөлетін бездер орналасқан. Мына аймақта осындай бездер бар. Олар құлық бөліп шығарады. Кішкентай сары заттар құлақтарыңызды тазалаған кезде көрген шығарсыздар. Солардың басты қызметі ол шаң тозаңды ішке қарай жібермей ұстап қалу. Сосын келесі үшінші бөлік дабыл жарғағы. Бұл тығыз, қатты тартылған қалқан. Бұның басты қызметі бізде дыбыс толқындарын ортаңғы құлаққа өткізу. Мына жерге жазып қойын. 3 ол дабыл жарғағы. Дабыл жарғағы немесе перде, барабан деп те атай береді. Құлағының бұл бөлікті өте күтіп ұстауымыз керек. Мысалға 70 жастағы адам тауда өмір сүретін өте тыныш жерде және 20 жасар жас бала қалада шумный жерде өмір сүреді. Екеуінің жас айырмашылықтарына қарамастан тауда тыныш жерде өмір сүретін қарт кісінің құлағы өте жақсы естиді. Ал 20 жасар баланың құлағы нашарлау естиді 70 жасар кісіге қарағанда. Неге? Өйткені ол көп шуда өмір сүреді, құлақ қалқанына зақым келген. Сол үшін біз құлағымызды күтіп ұстап, құлақ қапты қатты тыңдамауымыз керек. Екінші, бізде сүтқоректі жануарларда, жаңа айттық, жануарлар бөлдік. Балықтар, қосмекенділер, жорғалаушылар, құстар және сүтқоректілер. Сол сүтқоректі жануарларда ғана бұл құлақ қалқаны ол сыртқы құлаққа жатады. Тек сүтқоректі жануарларда сыртқы құлаққа жатады. Ал жаңағы қосмекенді, одан кейін жорғалаушы және құстар. Осы 3 омыртқалы жануарлардың класында, осы үшеуінде ол ортаңғы құлақтың бөліміне кіріп кеткен. Сүтқоректілерде дабыл жарғағы ол сыртқы құлақтың бөліміне кіреді, ал қосмекенді, жорғалаушы, құстар. Осы 3 жануарлардың тобында ол кіреді ортаңғы құлақтың бөліміне. Енді келесі арғы жалғастырайық. Ортаңғы құлақ. Ортаңғы құлақ ол дабыл жарғағынан кейін орналасқан және іші қуыс аймақ және ортаңғы құлаққа ашылады мынандай ерекше түтік, есту немесе евстахи түтігі. Мынау тұрған аймақ. Бұл евстахи түтігінің бір ұшы ортаңғы құлақ, екінші ұшы мұрын және жұтқыншақ қуысына ашылады. Мұрын және жұтқыншақ қуысы. Бұл қуыста қысым атмосфералық қысыммен бірдей және адам ұшақпен аспанға көтеріліп ұшып баратқан кезде құлағы бітеліп қалады. Неге? Өйткені сыртқы қысым мен ішкі қысым сай келмей қалды. Оның алдын алу үшін, болдырмау үшін адам көп жұтыну керек. Қайта жұтына береміз. Сол кезде құлағымыздағы шу кетеді де адамның құлағы қалыпты ести бастайды. Осындай қызметі бар
яғни ұшақпен ұшып құлақтарыңыз бітеліп жатса, көп жұтыну керек, сол кезде ол кетеді. Келесі ортаңғы құлақта енді орналасқан арнайы сүйекшелер бар. Сүйек деген бар және сүйекше. Неге бұны сүйекше деп айтып тұр? Яғни ше деген еркелетіп қосып тұр, өте кішкентай. Біздің ағзамыздағы ең кішкентай сүйектер, тіпті мынау саусақтың деңгейімен салыстырсақ, қарасаңыздар өте кішкентай. Соның ішінде мына бір одан да кішкентай, осы үшеуінің ішіндегі ең кішісі бар, үзеңгі деп аталатын сүйек. Қазір үшеуіне жеке-жеке тоқталамыз. Мына жерге қарасаңыздар болады. Бірінші балғашық деген сүйек. Балғашық, немесе мына жерге жазайын тағы. Балғашық. Мынау тұрған сүйек пішіні балғаға ұқсайды. Бұл балғашық дабыл жарғымен бітісіп кеткен сүйек. Дабыл жарғағына жабысып тұрады. Одан кейін төстік деген сүйек орналасады. Екінші төстік. Одан кейін төстіктен кейін үшінші үзеңгі деген сүйек. Немесе мынау тұрған кішкентай сүйек. Бұл үзеңгі ішкі құлаққа барып бітісіп жабысып тұр. Бұл үш сүйектің басты қызметі дабыл жарғағынан дыбыс тербелісін алып, оны ішкі құлаққа жіберу. Басқа қызмет жоқ екен. Мынау тұрған балғашық, ол дабыл жарғағымен бітісіп кетті. Төстік ортасында тұр. Үзеңгі ол тұрды да алып ішкі құлақпен жабысып бітісіп тұр. Енді ішкі құлақ. Оның екінші аты шытырман немесе лабиринт десек те қателеспейміз. Ол бас сүйектің самай бөлігінде орналасқан. Бұның іші қуыстары мен иірім өзекшеден тұрады және сұйықтыққа толы болып келеді. Міне, мынау көк болып тұрған аймақ, осының барлығы бізде ішкі құлаққа кіреді. Мынау тұрған қуыстар, мынау тұрған иірім өзекшелер. Және ішкі құлақты біз екі бөлікке бөлеміз. Бірінші ол вестибула аппараты, мен почеркім түсінгісіз болса мынау тұр. Вестибула аппараты. Екінші ұлу дене. Ұлуға ұқсас болып тұр. Міне, мынау тұрған вестибула аппараты, мынау тұрған екінші ұлу дене. Вестибула аппараты ол тепе-теңдік мүшесі, ал ұлу дене ол есту мүшесі. Қазір екеуіне жеке-жеке тоқталамыз. Бірінші вестибула аппараты, мынау 8-ші кластың суреті. Мына жерден бастап осы жаққа солып жатқан аймақ. Бұл вестибула аппараты екі қапшық және үш жартылай иірім өзектен тұрады, іші сұйықтыққа толы. Мына жерде бір, екінші қапшық тұр. Одан кейін мынау бірінші жартылай қуыс иірім, мынау екінші жартылай иірім, мынау үшінші жартылай иірім. Осындай үш иірім тұр. Бұның ішінде не бар? Іші сұйықтық. Сұйық болады, ол сұйықтықтың ішінде тепе-теңдік рецепторлары және кальцийдің ұсақ кристалдары болады. Яғни мынаның ішінде кальций кристалдары бар. Өткен нағыз ұбытыда келді осы сұрақ. Кальций кристалдары орналасқан құлақ қайда деп. Ішкі ма, сыртқы ма, ортаңғы ма деген сияқты. Бұл вестибула аппараты дененің қалпы өзгергенде миға импульс беріп отырады. Яғни адам денесі тік отырма, жатырма, тұрып тұрма, қисайып тұрма деген сияқты соның барлығын миға импульс түрінде жіберіп отыру қызметін атқарады. Мына суретке қарасақ та болады, мына жердегі. Мынау жаңағы бірінші жартылай иірім, мынау екінші, мынау үшінші, мына жерде екі қапшық тұр. Енді келесі ұлу дене. Ұлу дене ол сұйықтық. Мынау тұрған аймақ іші сұйықтыққа толы. Оның ішіндегі сұйықтық ағып кетпес үшін сопақ және дөңгелек тереземен шектелген. Сопақ және дөңгелек терезе жарғақпен. Мынау тұрғанымыз сопақ жарғақ, мынау тұрғанымыз дөңгелек жарғақ. Және сопақ терезелі жарғақ ол үзеңгімен жалғасып тұр. Яғни мына жерде бүйтіп жаңағы үзеңгі сүйегіміз тұр. Мына суреттен ашып көрсейін. Мына жерге қарасақ болады. Мынау тұрған үзеңгі сүйегі жаңағы сопақ тереземен бітісіп тұр. Бұл ұлу денеде бізде есту рецепторлары орналасқан. Есту рецепторлары. Ол есту рецепторлары алады мидағы есту орталығына қарай импульс жібереді. Есту орталығы ол қайда орналасқан?
Мидың үлкен ми сыңарлары мынандай бөліктерге бөлінеді: төбе, маңдай, шүйде және самай деген. Сол самай аймағында бізде есту орталығы орналасқан. Есту орталығы. Мына суретке де қарасақ болады. Яғни ұлу дененің ішінде есту рецепторлары бар. Ол кімнің дауысы екенін ажыратады. Мысалы, әкеміздің, анамыздың, ағамыздың, тәтеміздің деген сияқты солардың дауыстарын ажырата аламыз ғой әрқайсысын. Соны алып самай орталығына жіберіп отырады. Енді оқушылар сабақтың аяғына келіп қалдық, бір қайталап жіберейік. Бізде дыбыс тербелісі жолы қалай өтеді? Бірінші дыбыс толқыны пайда болады. Сөйтіп құлақ қалқаны алды да оны ішке қарай есту жолына жіберді. Міне. Сөйтіп есту жолы оны ішіндегі шаң тозаңдарын ұстап қалды, жаңағы құлақ бөлетін бездер арқылы. Сөйтіп оны дабыл жарғағына берді. Дабыл жарғағы оны алды да есту сүйекшелеріне өткізді. Есту сүйекшелері үшке бөлдік жаңағы. Мынау тұрған балғашық, мынау тұрған төстік, мынау тұрған үзеңгі. Сосын мына жерде евстахи түтігі тұр, атмосфералық қысыммен бірдейші. Сөйтіп үзеңгі оны алды да мына жерде сопақ терезе бар. Сопақ терезеге берді. Ол ұлу денедегі сұйықтықтың тербелуіне алып келді. Мына іштегі сұйықтық тербеледі. Сөйтеді да оны алып есту рецепторлар сезіп тітіркенеді де импульс пайда болады. Ол импульс мидың самай аймағына барып сол жерде қабылданады екен. Енді осы бойынша оқушылар бір қысқаша видеоролик бар, соны қарап шығайық. Мынау бізде құлақ қалқанынан дыбыстар ішке қарай есту жолына өтіп жатыр. Есту жол дыбысты өткізіп, дабыл жарғағына әкеліп беріп жатыр. Дабыл жарғағы осы сыртқы құлаққа жатады. Сөйтіп ол дыбысты алады да ішке қарай жіберіп жатыр есту сүйекшелеріне. Мынау тұрған балғашық, оның ар жағында төстік, оның мына жағында үзеңгі тұр. Мына жерде евстахи түтігі. Жұтынған кезде құлақтағы шуды кетіруге болады. Сөйтіп үзеңгі алады да ары қарай ішкі құлаққа сопақшаға береді. Сопақша барды да мына жердегі ұлу дене мен вестибул аппаратындағы сұйықтықты тербелтіп жатыр. Міне, кәдімгі сұйықтық болады ішінде. Осы сұйықтықтар тербелгеннен кейін есту рецепторлары оны сезіп, ары қарай мидың ішіне самай аймағына қарай импульс жіберіп жатыр. Барлық процесс осындай қарапайым түрде жүреді екен. Оқушылар, енді сіздерге құр дәптерге жазып қоймай, мынандай тест дайындадым. 24 сұрақтан тұратын. Скринда балыңыздар. 10 сұрақ, мына жерде 20 сұрақ және 24 сұрақ. Осыны дәптерге жауаптарын белгілеп, 1А, 2В деген сияқты белгілеңіздер да, сөйтіп комментарийге жазып жіберсеңіздер, мен сосын дұрыс болса лайк басам. Және мынау соңғы 3 сұрақ мынандай суретпен берілген. ОБТ-да қазір соңғы кездері суретпен тесттер өте көп келеді. Мысалы, мынау тұрған санмен берілген мүшені айт. Мынау қызмет қандай? Мынау тұрған мүшене бөлік қызмет қандай? Мынау тұрған бөліктің аты қандай? Қызмет қандай деген сияқты сұрақтар жиі келеді. Осындай 3-4 сұрақ бар. Соның барлығын белгілеп комментарийге жазып жіберсеңіздер, және видео түсінікті болса, ұнаса лайк басып каналға тіркеліп қойыңыздар. Одан кейін тағы да қандай тақырыптар қиын болып жүр, соны маған комментарийге жазсаңыздар, сол бойынша келесі сабақтарда видео түсіруге тырысамын. Барлықтарыңызға соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.